Жаңа ғана бір таксистпен сөйлесіп қалдым бір жерде. Сол кісі айтады, Алла бізді қалай жаратқан. Аузымызға дейді, сусынды да ішеміз, тамақты да жейміз, жемісті де жейміз. Бірақ біреуіміз ойланып атқан жоқпыз дейді да, ол асқазанға барғанда не болады деп. Ойланбаймыз, жұтып жібереміз. Ар жақта бізді жаратқан жаратушы өз бәрін реттеп жатыр дейді да. Сол сияқты мына өмірде Құдайдың реттеп атқан қанша нығметі бар біздің денемізде. Жемісті тастаймыз жердің астына. Қап-қара топырақтан аппақ мақта шығып жатыр. Қып-қызыл помидор шығып жатыр. Жап-жасыл қарбыз шығып жатыр. Сап-сары өрік шығып жатыр. Бір ғана қара топырақтан. Құдайдың құдіреті. Тіптен дейді, мына көзіңнің алдындағы балаң есейеді ғой кейде. Сол балаңның есейгеніне қарап отырып та адам өзінің адам екенін түсінуге болады дейді да. Өйткені қолдан ешкім адам жасай алмайды ғой топырақтан. Қандай заводқа салсаң адам қылып шығара алмайсың. Міне Құдайдың құдіреті.